Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді дастарханыңыздың сәнін ашатын, духовкада дайындалатын ерекше дәмді шашлыктардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей мен шашлыктарды екі түрлі еттен пісірдім. Тауықтың төс етінен және де сиырдың етінен. Тауықтың төс етін осылай жібігеннен кейін осылай 4 бүріштеп турап аламыз, бәрін бір келкетіп. Мінекей, енді келесі сиырдың етін тураймыз. Жас ет болуы керек. Мінекей, етімізді турап алдық. Барлығының көлемі бірдей болуы керек, бірдей пісу үшін. Арасына май турап жіберсеңіздер де болады. Мінекей, екі өн бірге қосып, бірге маринаттаймыз. Маринаттау үшін бірінші жаңағы екі қызанағымызды аламыз да, осылай 4 бұрыштап кесеміз. Астыңғы бөлігіне. Мінекей, осылай 4 бұрыштап кесіп, оның үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Өте ыстық су. Мінекей, 5 минуттан кейін біздің қызанағымыз осылай жібейді. Қабығын аршып аламыз осылай. Аршып алғаннан кейін біз бұны қолмен немесе арнайы блендердің көмегімен жақсылап тұрып еземіз. Мінекей, мұқият қарасаңыздар, үстінен ыстық су құйғаннан кейін осылай оңай аршылады. Және де помидорымыз босап жұмсақ болады. Мінекей, помидорымызды осылай езіп алдық. Енді жаңа туралған етіміздің үстіне осы езген помидорымызды құямыз. Және де маринад үшін пияз саламыз. Татымына қарай тұз саламыз. Сосын осы етіміз маринадтау барысында өте жұмсақ болу үшін лимон шырынын осылай қолымызбен сығамыз. Мінекей, шашлыкқа арналған арнайы дәмдеуіштерді саламыз. Және де осындай имбир саламыз, өте дәмді болады. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Дәмдеуіштерді қосып, барлығын араластырып маринадтадық. Енді бұл шашлығымыз кемінде 2 сағат маринадталып тұруы керек. Мінекей, 2 сағат уақытымыз өтті. Етіміз жақсылап маринадталды. Етіміз өте жұмсақ болған. Енді осындай арнайы ағаш таяқшаларымызға етімізді осылай бір-бірден өткіземіз. Ол үшін ең бірінші ағаш таяқшаларымыз және духовкада күйіп кетпес үшін алдын ала суға малып аламыз. Суда кемінде 15-20 минуттай ағаш таяқшаларымыз малынып тұрса, онда духовкада күймейді. Мінекей, осылай барлық етімізді дайындап аламыз алдын ала. Пиязын басқаларын араластырудың қажеті жоқ, себебі ол духовкада еттен ерте пісетіндіктен күйіп кетуі мүмкін. Мінекей, достар, барлық еттерімізді осылай таяқшаға өткізіп дайындап алдық. Енді осының астына жаңағы картошкасын дайындаймыз. Бұл духовкаға салу үшін. Мінекей, картошканы осылай кесек етіп турап аламыз. Және де осы шашлыкты маринадтау барысында қалған аз ғана соусымызға араластырамыз. Бұның құрамында тұз бар, жаңағы арнайы дәмдеуіштер бар. Соның барлығы картошкамызға сіңеді. Мінекей, енді осы картошкаларымызды табамызға осылай тізіп шығамыз. Мінекей, енді үстінен осылай таяқшаға өткізілген шашлыктарымызды қоямыз.
Мінекей достар, барлығы дайын болды. Енді шамамен 30-40 минутта 200 градуста пісіріп аламыз. Мінекей достар, үй жағдайында дайындалатын осындай керемет дәмді шашлықтарымыз дайын болды. Картошкасы да сондай жұмсақ керемет болып піскен. Дастарханыңыздың сәнін ашатыны сөзсіз, сондықтан үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.